Mısırımızda ала салайын ба? Mısırımızda ала салайын ба? Презентациям көрініп тұр ма? Презентациям ашылды ма, әріптестер? Ашылды. Осындай мына жұмыс барысында сабақтың үстінде жаңа қарапайым көмірқышқыл газының бөлінуін зерттедік. Енді осы естеріңізде болса, жылдың басында бір енді кішігірім бір не шықты ғой, сөз шықты. Ол негізі баяғыдан бұрыннан бар заңдылық, оны айта кететін болсақ. Қыстың кезінде автокөлікті 5 минуттан артық қыздыруға болмайды деген өзі заңдылық бар, ол заңдылық. Сол заңдылықты осы жолы қыстың кезінде біраз осы халық шулап кетті. Неге деп. Бұның барлығы бағана Жаңагүл мұғалім айтып кеткендей, бұл ғылыми міндеттеріміздің бірі ғылыми сауаттылық. Оқушыларға ғылыми сауаттылықты қалыптастыру бойына. Себебі қарапайым халықта кейбір қарапайым халықтарда ғылыми сауаттылықтың төмендігі деп айтпай-ақ қояйын халықтың білімін, бірақ сондықтан бір кішігірім ғылыми сауаттылықтың жетпей тұрғандығы, ол көмірқышқыл газының табиғатқа қаншалықты кері әсері бар екенін осындай заңдарды қабылдау арқылы біз оны кішкене былайша айтқанда стопты қоя аламыз. Ал оқушыларға бұны түсіндіру үшін осындай көрнекіліктер арқылы, график жүзінде болсын, тағы да басқа да жұмыстарды жүргізу арқылы көмірқышқыл газының қаншалықты кері зияны бар екенін түсіндіру үшін осындай жұмыстар жүргізілді. Ол жұмысты жүргізу барысында оқушылардың өздерінің алған кері әсері, осылай болады екен ғой, көмірқышқыл газының олар көру арқылы жаңа қаншалықты көп мөлшерде бөлініп кеткендігі, қанша бөлшегі бөлінгендігі, ол әр бөлшектің табиғатқа, ауаға, жалпы қоғамға кері әсерін тигізетіндігін осылайша жұмыстарды жүргізу арқылы олар түсінді сабақ барысында. Әрі қарай әртүрлі паско датчиктері бар, тек қана көмірқышқыл газын ғана тексеру үшін, оны өлшеу үшін, зерттеу үшін ғана емес, температураны да қолдануға болады, қысымды өлшеуге болады, әр заттың pH метрі арқылы pH-ын өлшеуге болады. Дәл сол сияқты мына астында график көрініп тұр сіздерге. Сол pH метр графигі қалай өзгеріске ұшырағанын, қаншалықты бөлінгенін, немесе сондай басқа да зерттеулерді жүргізу барысында осы график арқылы көрсету балаларға өте ыңғайлы және пайдалы деген оймен біз осы оқу бағдарламасына біраз химия мен физиканың тақырыптарын біріктіре отырып, қоғамға қандай кері әсерін тигізетін, балалар сабақ барысында сабақтың үстінде кейбір түсінбей қалған тақырыптарын осындай қосымша вариативті курсты аша отырып, екі пәннің тақырыптарын ұқсастырып, біріктіріп, кіріктіріп, осындай бүгінгі бағдарламамызды сіздерге ұсынғымыз келді. Әрі қарай тағы бір қосымшаны айта кеткім келіп тұр. Осы STEM лабораторияның химия, физика, биология, тіпті географияның да тақырыптары біріккен, мына оң жақта көріп тұрғандарыңыздай қосымша бар. Өздеріңізге жазып алсаңыздар да болады. Measure Up. Бұл жерде де тақырыптардың түрлері өте жеткілікті. Жұмысты қалай жүргізу керек, барлық пәнді бірін-бірімен қалай біріктіруге болады. Барлық болғанда осы жаратылыстану бағытындағы пәндерді қалай біріктірсе болады. Сол арқылы STEM-нің тақырыптарына шығып, балаларды ғылыми сауаттылыққа шақыруға болады. Және көп тақырыптар осы мына оң жақтағы қосымшада берілген. Өздеріңізге телефонға көшіріп алуға болады. Бұл App Store немесе Google Play-дан көшіріледі. Ешқандай несі жоқ, тегін көшірілетін қосымшаның бірі. Сіздермен осындай маңызды немесе тақырыптармен бөлістік.
өздеріңізге керектеріңізді алады деген ойдамыз. Енді қорытындылай келе, жалпы STEM білімінің болашақтағы маңыздылығы мен перспективалары олар тек қана бір ғана қағидаға тіреліп қалған жоқ, олар әртүрлі жан-жақты деп айтып отырмыз, жаңағы барлық жаратылыстану бағытындағы пәндерді біріктіретін. Ол жаңа технологияларды дамытамыз. Біз осындай оқушыларға STEM тақырыптарын оқыта отырып, STEM білімі мен жаңа технологияларды дамытуға және жаңа өнімдерді жасауға мүмкіндік береді. Оқушы бір затты осы жерден мектептен білім алып кеткен дүниесін мүмкін ол болашақта болашақ инженер бола отырып, немесе болашақ технолог, химик, биолог бола отырып, жаңа бір технологияны ойлап табуға бұл алғашқы қадамдарының бірі деп санай аламыз. Әрі қарай экономикалық өсім, STEM мамандары шығады, жаңа жұмыс орындарын құруға және экономикалық өсімді арттыруға үлес қосады. Қазіргі заманда ол бір жерде тоқтап қалған заман емес қой. Заманымыздағы әртүрлі мүмкіндіктер күннен күнге десек те болады, өсіп жатыр. Сондықтан STEM мамандарын тәрбиелеп шығамыз деген үміттеміз. Қоғамның дамуы, әрине STEM білімі қоғамның дамуына, проблемаларды шешуге және жаңа мүмкіндіктерді ашуға әсер етеді. Қорытындылай келе, жалпы STEM лабораториясы болашақ инженерлерді, ғалымдар мен жаңашыл ойшылдар үшін тәжірибелік алаң. Мұнда оқушылар тәжірибе жасайды, жобаларды әзірлейді, заманауи технологиялармен жұмыс істеуді үйренеді деген кішігірім қорытындыға келіп отырмыз. Сонымен, құрметті әріптестер, біз сіздерді бұлай көп ұстамаймыз. Қазір сіздерден сұрақтарыңыз болса тыңдауға әзірміз. Және чатқа, осы Zoom-ның чатына кері байланыстарыңыз болса, чатқа жазуға болады. Пікірлеріңіз болса, ұсыныстарыңыз болса, жазып кетсеңіздер, өтініш. Жалпы технология жайлы өздеріңіздің де алып жатқан, бүгін қаншама не айтылды, өздеріңізге қажетті заттарды алды деп ойлаймыз. Кері байланыс күтейік. Сұрақтарыңыз болса қоюға болады, жалпы бағдарлама бойынша. Рахмет, ғылыми сауаттылық өте жақсы деген пікірлер айтылып жатқан екен. Рахмет. Рахмет сіздерге, өте жақсы сабақ өткізілді, маңызды, бізге тиімді деп ойлаймын. Рахмет, Физика, химия мұғалімдарына тиімді. Рахмет. Рахмет сіздерге. Рахмет, пікіріңізге рахмет, табыс тілейміз. Жақсы әріптестер, егерде сұрақтарыңыз болмаса, осымен біздің бүгінгі озық тәжірибемен бөлісу, бағдарламамызды сіздерге ұсыну пайдалы болды деген сенімдеміз, үміттеміз, сіздерге ұнады деп, немесе жаңағы осы жұмыс барысында сіздермен бөліскен әртүрлі ақпарат болсын, немесе бағдарламаның мазмұны болсын, жұмыс жүргізу барысында сіздерге қолданысқа тиімді болады деп ойлаймын. Сабақтарыңызда қолдансаңыздар болады. Осымен біздің әріптесімізге қажетті заттарды алады деп ойлаймыз. Пікір айтқан әріптестерімізге рахмет. Сәттілік болсын. Жақсы, рахмет әріптестер, сау болыңыздар. Рахмет. Айдана, өзіңе де әріптесіме үлкен табыс тілеймін. Аманшылық болсын. Жақсылық болсын. Сәттілік болсын. Рахмет, сау болыңыздар. Рахмет.
Жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыздар, жақсы.